Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгін көктемгі күтім ағаштарды баптау, әктеу жайлы, оның пайдасы, маңызы жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер Жомарт KZ каналына тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға қойып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Бақшаны баптау төзім мен шыдамдылықты талап етеді. Енді әктеуде бұл ағашты баптаудың ең бір маңыздысы деп айтсақ болады. Көбісі мұны тек сән үшін деп ойлайды, бірақ бұл ағаштың күннен қорғайтын және де зиянкестерден қорғайтын кремі деп айтуға болады. Енді мынандай осындай 10 литрлік шелекке 2-2,5 келі сөндірілген, өлтірілген әкті қосамыз. Суменен жақсылап араластырамыз. Оған енді бір жаңа айтқанымыздай 300 грамм мұз күрпасын қосып жіберсеңіз, бұл ең мықты қорғаныс болады. Енді және де жабысқақтығын, ағашта ұзақ тұруын арттыру үшін бұл қоспаға 100-200 грамм шаруашылық сабынын қосып жіберсеңіз болады, немесе аздап ағаш желімі тоғаны қосып жіберсеңіз болады. Бұл ағашта ұзақ жабысып тұруына көп пайдасын тигізеді. Бұл әкті тек қана ағаштың түбіне ғана емес, оның мына бұтақтары таралған жерлерге дейін, кемінде ағаштың биіктігіне қарай 1-1,5 метр биіктікке дейін әктеген дұрыс болады негізінде. Енді ағаштарыңыз биік болса, онда таралған жері 1-1,5 метр биіктікке дейін жаға беруге болады. Енді бұл әктің тағы бір пайдасы, күннің аптабы мен аязынан қорғайды. Мысалға, көктем күндері күндіз күн ысып кетеді, түнде салқын болады. Бұл кездері мына қара діңгек күнге қызып, түнде жарылып кетеді. Ал бұны аппақ әкпен әктеп қойсақ, күн сәулесін кері шағылыстырып, ағашты күйіп кетуден сақтайды. Екіншіден, бұл табиғи антисептик. Қабық арасындағы паразиттер мен жәндіктерге әктеген жерден өту, бұл жерде өмір сүру өте қиынға түседі. Зиянкестерге, яғни көбеюіне, бұл да алдын алуға өте үлкен пайдасын тигізеді, жаңа айтқанда антисептик. Үшіншіден, бұл енді эстетика. Аппақ қылып ағаштардың түбін әктеп қойсаңыз, бұл көздің жауын алып, көңілге қуаныш сыйлайды. Бірақ енді сақ болатын жерлеріміз, жас көшеттерді, жаңадан егілген, қабығы өте жұқа жас ағаштарды қою әкпен бояуға болмайды. Олардың тынысын тарылып, өсуін тежеуі мүмкін. Оларға әкті өте сұйық етіп, немесе арнайы бақша бояуларын қолданыңыз. Бояу алдында ағаштың мына ескі түлеп тұрған қабықтарының бәрін тазартып аласыңыз. Түсейін деп тұрғандарының бәрін түсіру керек, бірақ ағаштың аржағындағы тірі етіне тиіп кетуге болмайды. Түсейін деп тұрғанның барлығын түсіріп, әктер алдында қабықтарын бәрін тазалап алуымыз керек. Бірақ аржағындағы жаңа тірі етіне тиіп кетуге болмайды. Жеңіл ептілікпен бетіндегі қабжақтарын алып тастаймыз. Енді бұны жағатын кезде, жаңбыр жауайын деп тұрған кезде бояудың қажеті жоқ, оны жаңбыр жуып кетеді. Құрғақ, ашық күндері әктеуіміз керек. Енді осылай мінекей, әгіміз дайын. Осылай жаңағы түсетіннің бәрін қырып түсіріп тастадық. Енді осындай шоткымен жайлап ағашымызды әктей берсек болады. Енді біздің ағашымыздың мына таралып кеткен жері 50-60-70 сантиметрге дейін бояймыз. Жаңағыдай ағаштарыңыз биік басқа ағаштар болса, онда 1-1,5 метр биіктікке дейін әктесеңіздер болады. Бұл ағашқа енді жаңа айтқанымызда өте үлкен пайдасы тиеді, зиянкестерге және ауа райының қолайсыздықтарынан қорғауға, ыстыдан, суықтан ағашымызды қорғайды. Осылай барлық өздеріңіздің бақшаңыздағы жеміс ағаштарыңызды осылай баптап әктесеңіз болады. Ағайындар, бақшаңызда жайқалған жасыл желек көп болсын. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, ағайындармен бөлісіңіз. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар ағайындар. Каналға тіркелеміз. Каналға тіркелсеңіз, біздің жаңадан шыққан видеоларымыз сізге бірінші болып көрінетін болады. Аман сау болыңыздар.